Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Яғни баклажаннан икра жасаймыз. Алдымен осындай үлкен қазанымызға перецімізді, болгарский перецімізді қуырып аламыз. Алдын ала жеңіл қуырып аламыз, қатты қуырмаймыз. Жеңіл қуырып алып түсіріп аламыз. Сосын салаттың соңында қосатын боламыз. Осылай үлкен қазанға жасадым бүгін. Сіздер де жасап көріңіздер осы әдіспенен. Дәмі керемет болады. Міне жеңіл қуырып алдық, түсіріп алып жатырмын. Енді осыдан кейін морковын қуырам. Мен осы қазанның көлеміне сиятындай етіп жасап жатырмын. Бұдан үлкен қазанға ассаңдар да болады, кішкентай қазанға ассаңдар да болады. Бірақ қазанның материалы осындай қазанға жасаған жақсы. Енді морковымызды қуырып аламыз. Су әр қайсысын қоспаларын 15-20 минут қуырып аламыз. Мен морков, баклажандарымды алдын ала турап алдым. Қызанағымды сосын жеке-жеке бәрін қуырып араластырамыз. Морковтан қуырылып дайын болып қалды. Кішкене қақпағын жауып қоямыз бұқтырып. Өте дәмді болады. Осы әдіспен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Міне морковымыз қуырылды. Осындай болып қуырып аласыздар. Енді үстіне алдын ала турап алған қызанағымызды саламыз. Описанияға рецептісін қалдырам, сол бойынша жасап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмесеңдер, тіркеліп кетеміз достар. Лайк басып тіркеліп кетеміз. Қазақша контентті қолдайық. Енді помидорымызды суы шыққанша қойып қоямыз. Бетін жауып. Өте дәмді салат достар, жасап көреміз. Қыста тамақ ретінде де, салат ретінде кете береді бұл. Өте дәмді салат. Міне помидорымыздың суы шықты. Енді қазір үстіне баклажанымызды саламыз. Мен бәрін соломкаға турадым. Өзіңіздің қалауыңызша қарай турасаңыз да болады. Үлкен қылып турап салсаңыз да болады. Көбектасаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Мен баклажанды көп ұстамайым. 15-20 минут пісіріп алам, бұқтырып. Содан кейін пісіріп алған болгар бұршымызды саламыз. Қоспаларымызды саламыз, дәмдеуіштерімізді. Бұны да бетін қақпағын жауып қойып қоямыз. Міне түсі күшті болып шығып жатыр, аппетитный болып. Сіздер де жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер.
Баклажанымыз да дайын болып қалды. Енді үстіне манағы пісіріп алған болгар бұрышымызды саламыз. Егер ол ішінде жүре беретін болса, ол қабығы езіліп кетеді. Сол себепті мен алдын ала қуырып алам. Сонда салатымыз жақсы шығады. Енді үстіне лавр жапырағын, душистый қара бұрышымызды, горошек, тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Кішкене 2 қасық қант салып жібердім. Дәмі өте сочный болады. Қара бұрыш салдым. Енді осы дәмдеуіштерден кейін кішкене 5-7 минутқа қойып қоям. Содан кейін банкаларымызға салып жауып аламыз. Яғни салатымыз дайын болды. Енді осыны оттан түсіріп банкаларымызға салып жабамыз. Банкаларымызды алдын ала дайындап қойдым мен. Стерилизовать еттім. Газда да стерилизовать етіп тұр. Енді мен көбіне осындай 1 литрлік банкіге жабамын. Ашқанда оңай болады. Үлкен банкіге жапсаңыз таусылмай қалады, или қалып қояды. Мен аджика осы салаттарды жапқан кезде осындай 1 литрлік банкаға жапқанды жақсы көрем. Удобно әрі. Тоңазытқышқа да сыйымды. Не осылай салып бәрін жауып аламыз. Қысқа салатымыз дайын болды. Қыста рахатын көреміз бұйырса. Мен көбіне бұрандалы крышкамен жабамын. Маған сол крышка ыңғайлы. 1 реттік крышкадан көрім, маған сол бұрап жабатын крышка ыңғайлы. Мен көбіне сондай крышкамен жабамын. Сол крышкамен жапқан кезде сенімді болып тұрам да, білмеймін. Анандай 1 рет крышкамен жабатын болсам, көңілімде атылып кететін сияқты болып тұрады. Сол себепті осылай ыңғайлы. Енді қыстара қатын көресіздер, өте дәмді болып шығыпты. Түсі де керемет болған. Міне осындай банкамыз шықты. Лайк басып, тіркеліп кетейік достар. Сіздермен болған Гүлдариға.